Бүгінгі видеода мен қарындасыма қорқынышты пранкты ұстауды жалғастырамын. Бұл пранкта мен қара пакетке басты салып үйдің артына қойып қойдым. Бұл әрине кішкентай балаларға біраз психикасына әсер етеді және де қорқынышты болады. Короче, артық спойлер жасамай қояйын, видеоның соңына дейін көріп, қалайық, не үшін, не болғанын білетін боласыңдар. Келесі видео тез шыққанын қаласаңыздар, 141 мың подписчик немесе 3 мыңға жинап тастайық. Видео өте қызық болды, еңбегін бағалап астында қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет, ал біз видеоны бастаймыз. Йо-йо, бәріңе сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мен Ерда, және де сіздердің және менің ең сүйікті видеома қош келдіңдер. Сіздерде бір сұрақ келетін шығар. Не үшін таңертең сен қарындасыңа пранк жасайын деп жатсың? Әдетте всегда кеште ұстаушы едің ғой. Короче, именно бүгінгі пранк прям жестко болайын деп тұр. Не үшін десеңіздер, енді біраз анандай психикасын бұзатындай бір сұмдық пранк болайын деп жатыр бар ғой. Қалай келген білмеймін бұл идеяны, но надо попробовать дедім. Осы пранктың планын қалай болатынын сіздерге түсіндіріп жүрмін. Ал сіздер болсаңыздар міндетті түрде астында қызыл кнопка подписаться болса міндетті түрде бас кет. Маған өте приятно және де мотивация болушы еді. И егер бас кеткен болсаңыздар, онда обязательно лайк бас кетейік. Ал енді пранктың планын точно түсіндірейін. Бірінші мен басты дайындап алып, сосын әдемілеп үйдің артына апарып қоятын боламын. Екінші өтірік дух шақыратын боламыз. Үшінші сол осыларды көргендегі реакциясын түсіріп алатын болам. Пакетте бір нәрсе жатыр, қап-қара. И все, пранк осылай болады. Короче, түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді мен магазинге барып, солған бір қан сияқты қылып жасау үшін маған юпи керек та. Сол юпиді барып сатып алып келуім керек, короче. Все, короче, достар, уже міне алып алдым. Не знаю, вроде қызыл болу керек, но білмеймін, сол жерде сатушыдан сұрап едім. Білмеймін, может қызыл болып қалуы мүмкін дейді да. И, короче, көреміз. Қызыл болмаса да, қара түсті болса да, по идее, жарай береді деп ойлап отырмын. Типа, қанға по-любому ұқсайды деген сияқты ой келіп отыр да. Короче, көреміз. Что-то ешкім жоқ. Аяқтарда болған бас киімші. Блин, қайда екен? Короче, осы аяқтарда бір бас болған. Если естеріңізде болса, Әділбекке пранк жасағанда соны қолданған болатын. Қазір сіздер көрейін ақыры не үйден. Қарындасыма білдіріп беу. Міне басты тапты, міне яқта тұрып тұрды. Қарама қойды. Короче, енді ақырын бір кішкене ыдыс салып, потом ішіне сол пит жасау керек. Не болды, Елала? Ау. Не істейін деп жатсыз? Қызық болып тұрма саған? Мен ғой юпи ала ғой біреуін. Осын алып, ар жаққа бар ғой не тұр, я? Сосын айтам, я? Блин, осы кезде қарындасым жоқ жерден шыға қалды да, мен ойлап кеттім, планым все бітті деп ойладым бар ғой. Мынау болады ғой. Блин, хорошо, что менің мына басты алғанымды көрмеді ол. Так, и мынаны енді салып, потом барып, қан сияқты болып жасап көріп, потом мынаған жағатын боламыз. Сол, как обычно. Блин, на пранкты ұстайын ба, ұстамайын ба білмей отырмын. Просто мынаны қараңдаршы. Мынау прям психикам бұзады ғой, ё-моё, мына басты былай салдым. Потом барып қазір мынаны қараңдар. Екі юпиді, короче, қостым. Мынандай болып кетті ғой. Типа, натуре қанға ұқсап қалады, по идее. Но ол ұқсап қалады, бірақ та бұл қан емес. Дәмі деген ерекше бір сұмдық екен, короче. Все, сіздер үшін де осындай пранк жасадым. Так что до конца барам. Ал сіздерден қолдау керек. Лайк басып каналға жазылып кетейік. Қазір көресіңдер. Бұлай ұстадым. Потом барып мынаны алып бетіне төге салам. Қанға ұқсамады ма білмеймін әйтеуір. Бірақ қатты қызыл болып кетсе де дұрыс емес еді негізі. Бұлай болса біраз білінеді. Мынау вообще бетіне боқшақ қойған сияқты. Не знаю, енді осылай болды. Алданса алданды, алданбаса білмеймін енді. Не знаю, енді. Мынаның өзі бір қорқынышты ғой, қара басып пакеттің ішінде жатқан. Все, пранкты жалғастырамыз. До конца. Ал енді біз пранкты бастайтын боламыз. Кеттік. О, елалла. О, мен видеом көріп жатсың ма? Базар жоқ. О, часы бархатные тяги. Бұл тоқтататыңыз. Короче, елала. Қазір қандай видео түсіреміз білесің ба? Қорқынышты пранк.
Дұрыс айтасың, қорқынышты пранк түсіреміз. Кеттік ал. Ол үшін бізге төбеге шығу керек, биіктеу жерде тұруымыз керек. Түсінің ба? Кеттік. Короче, Елана, не істеу керек екенін білесің ба? Білмеймін. Не мына бөлме всегда түске таман ыстық болушы еді ғой. Бүгін суық болып тұр. Не үшін білесің ба? Жоқ, өйткені біздің тоқ шақыратынымызды біліп тұр. Сол үшін бұл басқаша болып кетті ауа райы. Короче, бастаймыз. Алып таста ол бүгінгі шақыратын тоқ. Короче, андай трассаларда бар ғой. Трасса білесің ғой, трасса деген жол бар ғой, андай Алматы, Астанаға қарай баратын жолдар бар ғой, ұзақ жолдар. Сондай ұзақ жолдарда шығатын қыздың басын шақырамыз. Өзін емес, басы ғана. Басы ғана? Иә, басы ғана. Келеді деп ойлайсың ба бұл бас? Келетін шығар. Ой, сенесің ба сен келетініне? Қорқтым, келетін шығар. Не дейсің? Қорқтым. Келсе келетін шығар дейсің ба? Короче, қара. Біз оны шақыру үшін бар ғой. Бірінші трассаны саламыз, жолды. Мынау жол, иә? Не мынау жол, иә? Сен жақтан қарағанда мынау жол. Мынау жол, мынау осы жердің асты, мына жақ аспан. Енді адам мынаның төбесінде тұру керек қой, иә? Не қара. Бүйтеміз, ана қыз мынандай болады. Қолы бар ма жоқ па білмеймін әйтеуір. Мынандай бір киім киіп алады. Аппақ киім бар ғой. Білесің ба, сондайда аппақ киім киіп алып жүретін қызды. Шаш алдына түсті. Иә, сол сияқты міне. Киімі аппақ болып тұр мынау. Мынау шашы. Не, мынау шашы. Алба-жұлба болып тұрады ғой, негізі білесің ғой, иә? Не, мынау шашы. Енді. Бері кел деген не деп айтып едің? Come on деген дұрыс. Come on, бірақ come here дейсің. Осы жерге кел деп айтамыз. Ре деп жазамыз. Білмеймін, дұрыс жазым. Енді бұны біз ешқандай өртемейміз, нәрсе істемейміз. Бұны просто аламыз, come here деп еткіземіз, бөлме бір рет айландырып шығасың сен. Сосын барып қайшымен кесіп жібереміз басын. Сонда басы ғана келеді, түсінің ба? А егер кеспей оны сөз деп шақырып, сосын бәрін өртеп жіберсек, оның өзі келеді. Өзін шақырамыз әлде басын кесе салайық па? Басын кесе салайық па? Жарайды онда. Сен де істе. Енді мына жерден ұста. Мына жерден деп ұста. Бүйтіп бір рет айланып шық үйді. Үйді бір рет бүйтіп бір рет айланып шық бөлінен. Үй! Айланып шық. Дұғайды жүргін жеті. Ақырын қойым. Так, енді. Негіз барынша көп қол тигізбеген дұрыс. Болды, кестік. Енді не болады деп ойлайсың? Міне, come here, басын ғана кел деген сөз. Мынау қазір лақтырамыз. Бір жаққа қарай ұшады. Сол жақта уже келді деген сөз болады. Сол жаққа бара берсек, уже кеп қалу керек па идея. Қорқатсың ба сен? Күндіз ғой дала жап-жарық қой, қалай қорқатсың? Жарайды, міне тайна. Бүйтіп аламыз, Не болды? Не болды? Оны жоқсың ба бәрі? Қорқып қалды кішкене. Так, короче, лақтырамыз. Мынау мына жаққа түсті. Значит, не деген сөз білесің ба? Деген? Мына жақтарда, әйтеуір осы жақтарда бар деген сөз екен. Кеттік па далаға қарай? Далаға шығамыз ба? Ешқай жерде жоқ па? Қарадың ба? Ешқай жерде жоқ сияқты, иә? Блин, мына жақтарда вообще жоқ. Ешқандай еш нәрсе өзгеріс, анау-мынау еш нәрсесі жоқ. Мен так, еске алайық. Біз ананы лақтырғанда, қағазды лақтырғанда бұлай ұшып барды да, чуть-чуть бұлай сол жақтарға түсті, иә? Значит, үйдің мына бұрышы деген сөз. Не жақта? Бар көреміз, Кейін сияқты. Бар көрейік. Бір нәрсе жатыр. Тез.
не анау шаш па? Ей, қайда қаштың? А? Ей, жүр барып көрейік. Ей, жүр дейім. Жүр. Ей, жүр дейім. Ей, жүрсей дейім. Жарайды, әкеп берем сен үшін. Анау, баспа бір әсе ол шаш. Деп сайын атып, қазір түрін көрсе бұл қойып мүмкін. Ивана, қайдасың? Ей, шық бері қарай. Білмеймін не екен. Не нәрсе деп ойлайсың? Ойбай, қарашы ері. Жатшы. Мына біздің ойнап жүрген нәрсеміз ғой. Аха. Не нәрсе? Өкпе екен. Мына тау болды ғой. Қорқпадың ба? Қорқтық. Қорқтың ба? Ұстай аласың ба қазір? Шешіп? Аха. Давай шешіп ұста көр. Бопты шеше алмайсың оны, көзім шешем кет. Ұнады ма, Франк? Короче, все, достар, видео осылай болды. Надеюсь, сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнағанса, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Ал біз келесі видеоны түсіруге кеттік. Алдықтарыңызға, давайте.